Мен диабетпен ауыратындардың жыл сайынғы денсаулық тексерісі туралы сөйлесемін. Жақсы. Диабетпен 10 немесе 15 жыл ауыратын науқастарда жыл сайынғы тексерістің маңыздылығын білмейді. Бәбірт, әр 3 ай сайын бір рет жасау керек маңызды тест. Асқынуларға келетін болсақ, көз тексерісі. Жылына бір рет көздің пор қабығын тексеру үшін көздеріңізді тексертуіміз керек. Бұл өте маңызды, себебі бұл диабеттен ауыратын науқастарда көру қабілетінің жоғалуының негізгі себебі. Екінші, тексеріс жүрек тексерісі. Жылына бір рет эхокардиография, жүгіру жолы және липид профиль жасау міндетті. Диализден сақтану үшін бүйректі жыл сайын тексеру қажет. Бұл тексеріс зәрдегі микроальбумин, месетнәр, креатинин және іш қуысының ультрадыбыстық зерттеуін қамтиды. Егер бүйрек мәселесімен байланысты өзгерістерді байқасаңыз, мысалы, зәрдегі микроальбумин жоғары болса, біз сол кезеңде емдеп бүйрек жағдайын бақылап, диализге барудан сақтай аламыз. Соңғысы, бірақ маңыздысы, аяқтарыңызға күтім жасау қажет. Аяқ тексерісіне келгенде, бұл аяқтарыңызға қан жеткізілуін және жүйке жеткізілуін қамтиды. Сондықтан қант диабетінің жағдайын дұрыс бақылау және барлық скринингтік тесттерді өткізу өте маңызды, осылайша асқынулардың алдын алуға болады.